Баршаңызға сәлем, менің сүйікті көрермендерім. Бүгін сіздерге әр құрамы 12 қасықтан тұратын, жұп-жұмсақ болып шығатын итальяндық пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Өте керемет әрі биік болып шығады. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Құрамына керекті заттар бізде айран, жұмыртқа, ванилин, қант және ас содасы, сұйық май, алдын ала иілегіштен өткізілген ұн қажет болады. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз. Содан кейін миксермен жақсылап араластырып аламыз 1-2 минуттай. Жақсылап араластырған жұмыртқаның үстіне 12 қасық қант саламыз. Миксермен жақсылап араластырамыз. Әппақ болып көпіру керек. Егер миксер болмаса, онда венчикпен араластырсаңыздар болады. Венчикпен 5-10 минуттай ұзақ араластырыңыздар. Мінекей көпіршік пайда болғанша жақсылап араластырамыз. Келесі айран, қолдың айранын 12 қасық қостым. Сіздерде қолдың айраны болмаса, дүкеннің қышқыл айранын қолдануға кеңес беремін. Айран үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Миксермен 1 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Bir минут өткеннен кейін сұйық майдан 12 ас қасық қосамыз. Тағы миксермен жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін ванилин 1 пачкасын саламыз. Дәміне қарай қолдансаңыздар болады. Ванилин керемет пирогқа дәм береді. Келесі алдын ала иілегіштен өткізілген ұнымыздан 6 қасық салып, 1 рет араластырып аламыз да, қалған 6 қасық ұнымызды тағы салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей сұйықтық массамыз қатты қою да емес, қатты сұйық та емес. Массамыз дайын. 24 сантиметрлік формамызды дайындаймыз. Алдын ала майланған сұйық массамызды формаға құйып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минутта пісіреміз. Қызып тұрған пешке салыңыздар, сонда пирогыңыз тез көтеріледі. Піскен, піспегенін ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Егер құрғақ болса, пирогымыз пісті деген сөз. Пирог пештен шыққан соң кішкене суытып аламыз. Суыған соң бірақ кесуге болады. Маған қатты ұнады, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Оңай әрі тәтті, өте жеңіл, үйде бар заттан жасалатын ерекше дәмді рецепт. Соңына дейін видеоны қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Инстаграмда тіркеліп қойыңыздар. Айдана Салмакасова деп аталады, жоғарыға жазып қоямын. Барлығыңызға сәттілік. Видео соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет.